Сәлем достар, бүгін біз сіздерге күнделік бағдарламасын шағын кодты көрсетіп, оның қалай жұмыс ететінін түсіндіретін боламыз. Бірінші кезекте бұл кодтың мақсаты бұл бізге пайдаланушылардың экранда өз-өзіне тапсырма беру және қателіктерге қарсы ескертулер жасауы болуы мүмкін, және болып жатқан қателіктерді арнайы белгілетін болады. Бұл кодтың басында біз қажетті кітапханаларды қостық. Бұл кітапханалар бізге графикалық интерфейс жасауға және файлдармен жұмыс істеуге көмектеседі. Келесі қадам негізгі класс пен методты жазу. Онда біз интерфейсті инициализациялап, қолданушыларға арналған батырмалар мен енгізу алаңын орнаттық. Егер қолданушы әрекет жасаса, мысалы батырманы басқан жағдайда бізге оқиғаны өңдеуші арқылы жауап қайтарамыз, яғни батылған тапсырмаларды жазып батырма басқаннан кейін тапсырмалар бізде экранда көрсетіледі, яғни астынан көрсетілуге болады. Соңында қолданушыларға ыңғайлы болу үшін кішкене дизайн жасадық, түстер мен орналасу көлемдері пішіндерін сай қылып жасаған болатынбыз. Біздегі бағдарлама осы. Келесі видеода біз баға күнделігін, баға бетін, яғни страница оценок жасайтын боламыз. Көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып тіркеліп кетеміз.